Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін өте дәмді корица қосылған синнабоны деген булочка дайындаймыз. Ол үшін алдымен 200 грамм жылы сүтке бір пачка дрожж қосамыз, яғни 11 грамм. Екеуін араластырып, бір қасық қант қосып, жақсылап араластырып, жылы жерге қойып қоямыз, 10-15 минутқа көтерілуі үшін. Оған дейін 2 жұмыртқаны араластырып қоямыз. Үстіне ерітілген сармай қосамыз. Жарты стакан қант қосып, 150 граммдай қант қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Біздің апарымыз көтерілді. Енді осыған жаңағы араластырып қойған жұмыртқа, сармай, қантымызды қосып араластырамыз. Бір қасық тұз қосамыз және ванильді дәм беру үшін ванильный сахар қоссаңыздар болады, бірақ маңызды емес. Енді ұнымызды ситыдан өткізіп, бірінші жартысын қосып аламыз, барлығын қоспаймыз, жақсылап араластырып аламыз. Қалған ұнымызды қосып, жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Қажетті ингредиенттердің барлығын описание бөлімінде қалдырамын. Қамырымыз осындай жұмсақ болуы керек. Енді 30-40 минутқа көтерілуге жылы жерге қойып қоямыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Енді осыны ұзындығы 60, ені 45 сантиметр болатындай етіп жайып шығамыз. Қамырымызды жайып болған соң, үстіне ерітілген сармайды құйып, осылай жағып шығамыз. Начинкасына қоңыр қант қосамыз. Қоңыр қант болмаса, кәдімгі қант қоса берсеңіздер болады. Корица дәмдеу үшін қосамыз 10 грамм. Екеуін жақсылап араластырып, қамырдың үстіне жақсылап жайып шығамыз. Қоңыр қантты тростниковый сахар деп те атайды. Оны кондитерлік дүкендерден немесе үлкен супермаркеттерден таба аласыздар. Шеттеріне жақындатпай, ортасына ғана осылай жағып шығамыз. Енді қамырымызды рулет қылып ораймыз. Орап болған соң, қамырымызды 12 бірдей бөлікке бөліп аламыз. Пышағыңыз өткір болуы қажет, сол кезде қамырыңыз жақсы кесіледі. Міне осындай әдемі болып рулет шығады. Осылай рулеттерімізді противеньге пергамент қағазын төсеп, арасын ашық-ашық қылып орнатамыз. Булочкаларымызды орнатып болған соң, үстінен осылай жаймен басып шығамыз. 170 градус қызып тұрған пеште 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Біздің синнабондарымыз пісті. Корицаның иісі өте күшті болып шығып тұр, тәбетті ашып. Енді кремін дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге 200 грамм қант ұнтағы, бөлме температурасындағы 82% сармай және творожный сыр 100 грамм қажет болады.
барлығын бірге араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін әр булочкамыздың үстіне жағып шығамыз. Кремін жағып болған соң үстіне шоколад құйып шықсаңыздар болады. Осымен синнабоны булочкамыз дайын. Өте дәмді булочка. Дайындап көріңіздер. Видеоны соңына дейін көргеніңіз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз.